Көріңіздер, жылдам ақпарат тарады. Сәлеметсіздер, мен Ахмат Кулимен арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақстанда жаңа ипотекалық бағдарлама іске қосылады. Қазақстанда аймақтарға арналған жаңа орда аймақ ипотекалық бағдарламасы іске қосылады. Қазақстанда тұрғын үй компаниясы биыл 7 сәуірден бастап ипотекалық несиелендірудің орда аймақ бағдарламасын іске қосады. Компания кепілдігімен құрылысқа үлестік қатысу туралы шарт бойынша салынып жатқан тұрғын үйді сатып алуға болады. Яғни үлескердің инвестицияларына компания кепілдік береді. Құрылыс аяқталмаған немесе құрылыс компаниясы банкрот болған жағдайда Қазақстан тұрғын үй компаниясы баспананың салынып бітуіне кепіл болады. Өтінімдер отбасы банкі өкілетті агенттер арқылы қабылданады. 21 жастан асқан Қазақстанның кез келген азаматы қарыз алушы бола алады. Орда аймақ бағдарламасында отбасы банкте депозиттің болуы, қарыз алушыға қойылатын талаппен тұрғын үйдің болуы туралы шектеу қолданылмайды дейді компания. Бағдарламаның негізгі артықшылықтары 15,9% мөлшерінде белгіленген сыйақы. Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 17,26%-дан 22,81%-ға дейін. Икемді шарттар: бастапқы жарна 20%-дан бастап, қаржы сомасы 1 миллион теңгеден 75 миллион теңгеге дейін. Қарыз мерзімі 12 айдан 240 айға дейін. Салынып жатқан тұрғын үйдің бағасы дайын тұрғын үйге қарағанда төмен. Жаңа құрылыс объектілерінің сипаттамасымен, сондай-ақ сату бөлімшелері мен консультанттардың байланыс нөмірлерін КТК тұрғын үй порталынан танысуға болады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.